Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ұлттық тағамдар, мәтін. Мәтінге байланысты мына бейне көрініске назарымызды аударамыз. Мәтін құрылымын байқату. Негізгі ойды беру формасы сөйлем екені, мәтіннің басқа, ортаңғы, негізгі, соңғы қорытынды бөліктері болатыны. Сурет сабағы болып жатыр. Мұғалім еркін тақырыпқа сурет салуды тапсырды. Дәурен қолына қарандашын алды. Оның көз алдына жақында өзі көрген тиын елестеді. Әсіресе үлпілдеген әдемі жүндерімен жылт-жылт еткен көздері қандай сүйкімді. Дәурен асықпай тиынның суретін сала бастады. Сурет мұғалімге де, басқа балаларға да ұнады. Тірі тиыннен айнымайды ғой, деп бәрі таң қалды. Бұл мәтін. Мәтіннің басталуы, негізгі бөлімі және соңы болады. Сурет сабағы болып жатыр. Мұғалім еркін тақырыпқа сурет салуды тапсырды. Бұл мәтіннің басталуы. Дәурен қолына қарындашын алды. Оның көз алдына жақында өзі көрген тиын елестеді. Әсіресе үлпілдеген әдемі жүндерімен жылт-жылт еткен көздері қандай сүйкімді. Дәурен асықпай тиынның суретін сала бастады. Бұл мәтіннің негізгі бөлімі. Сурет мұғалімге де, басқа балаларға да ұнады. Тірі тиыннен айнымайды ғой, деп бәрі таң қалды. Бұл мәтіннің соңы. Яғни балалар мәтіннің басталуы болады екен, негізгі бөлімі және соңы. Келесі жұмысымыз суретпен жұмыс. Көріп тұрғанымыздай суреттерде таңғы ас, түскі ас, кешкі ас мәзірін таңда. Көп жеуге болмайтын тағамдарды атта. Адам ағзасына зиян келтіретін тағамдардың суретін саламыз. Келесі мәтінмен жұмыс. Бірінші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы, сұрақтарға жауап бер, мәтінге тақырып қой, әдептілік туралы өз ойыңды айт. Қазақтың ұлттық тағамдары туралы бейне көріністі қараймыз. Сәлем достар, қуырдақ, бешбармақ, нарын, жұмыр, түйме және тағы басқа тағам түрлері қазақтың ұлттық асханасындағы танымал тамақ түрлері болып саналады. Десе де қазақ асханасында ел естімеген тағам түрлері де бар екен. Олардың атын естіген күннің өзінде де дәмін татып көрмегендер бар болуы әбден мүмкін. Сізбен бірге Пазл каналы бүгін қазақтың дастарханда болып ұмытылып кеткен немесе ұмытылып бара жатқан тағамдарды назарларыңызға ұсынамыз. Бас қарын. Бұл тағам түрін кәдімгі асылған ет тамақтың орнынан да ұсынуға болады екен. Қой етінен дайындалатын ерекше тағамның түрі қонақтарға арналған болып келеді. Бас қарынның атауы құрамына байланысты болып қойылған. Неге бас қарын деп аталатын дәл осы кадрдан біле аласыз. Қарын мен ет өз майына бірнеше сағат қайнатылып әзірленеді. Еттен басқа оның ішіне картоп пен болгар бұршын қосуға болады. Өрме төс. Қазақта өрме төсті құрмет белгі ретінде үйге күйеу бала келгенде алдына даярлап қоятын. Өрме төсті дайындау үшін төс етін пышақпен бірнеше жерден тіліп, бетіне сарымсақ, бұрыш, түрлі дәмдеуіштерді және қызанақты толтырады. Сосын оны орап қойдың бүйеніне салып, үстінен ішекпен әдемілеп тұрып өріп шығады. Одан кейін оны 2-3 сағат пісіреді. Бұл тағамды ыстық та, суық Жұмысымыз балалар дәптермен жұмыс. Екінші жаттығу. Өлеңді түсініп оқып, дәптерге көшіріп жазамыз. Үй тапсырмасы. Төртінші жаттығу. Сызбадағы тірек сөздерімен сүзбе деп аталатын мәтінді құрастырып жазамыз. Мына тірек сөздерді пайдаланамыз. Сүзбе, ұйыған айран, дорбаға құяды, суын сорғатады, езіп қосады.
Сабағымыздың соңын кері байланыс алма ағашы әдісі арқылы қорытамыз. Жасыл түсті алма. Мен бүгін бәрін жақсы орындадым деп ойлаймын. Менің көңіл күйім көтеріңкі. Сары түсті алма. Мен тапсырманы орындай алмадым. Көңіл күйім жоқ. Көңіл күймен білдіреміз.